Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте оңай 3 ғана заттан тұратын дәмді картоплы таяқшалар дайындаймыз. Небәрі 10 минутта дайын болады. Видеомды соңына дейін көріп, лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен піскен картоптың үстіне тұз қосып езіп аламыз. Кейін мен қызыл қара бұрыштар септім. Бұл міндетті емес, қоспай да жасай берсеңіздер болады. Енді крахмал қосып араластырамыз. Барлық құрам мөлшерін описаниеге қалдыратын боламын. Картопты осылай бір-біріне біріктіріп шығамыз. Кейіннен қалыңдау етіп жайып, видеодағыдай кесеміз. Картопты үзіп алмай, асықпай жаймендеп алып, қызып тұрған майда орташа отта қуырып аламыз. Картопты салған кезде осылай бір-біріне алыстау орнатуға тырысыңыздар. Егер жақын тұратын болса, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Картопты таяқшалармен ақырындап аударып, барлық жерін қызартып қуырамыз. Осылай барлығын пісіріп шығамыз. Картопты таяқшалар дайын болды, өте дәмді болып шықты. Осылай кетчуппен, соустармен ұсынсаңыздар болады. Көргендеріңізде өте оңай дайындалды. Ниеттерді жасап көріңіздер. Видеомды лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.